Кореялық қыз Ханг Миёко өте әдемі, танымал, сүйкімді әнші қыз өзінің сыртқы келбетіне көңілі толмайды. Менің бетім арық, мен оны толық көрсетуім керек деп пластикалық операцияға жүгінеді. Қаншама жасатса да оның көңілі толмайды. Одан тіпті дәрігерлер де бас тартады. Сол кезде ол силиконды өзі алып, тері астына енгізіп жасай бастайды. Бір күні ол дәрісі таусылған кезде ол өсімдік майын тері астына енгізеді. Сол өздеріңіз көргенде түрі танымастай өзгереді. Бұл дисморфофобия деп медициналық тілде өзінің сыртқы келбетіне көңілі толмауы. Бұл адамда травманы көрсетеді. Бұл адамда мен бәрінен де әдемі көрінуім керек. Егер біреу әдемі көрінсе, оған өте қатты көңілін түсіреді. Бұл внимание қажет етеді. Бұны терең егер қазатын болсақ, оның артында өте көптеген травмалар шығады. Сондықтан да егер сіз өзіңіздің сыртыңызға үнемі көңіліңіз толмайтын болса, онда мамандарға жүгінуіңіз керек.